Әлемге әйгілі сәулетші Норман Фостер Қазақстанда болғанына таң қалды. Әрқайсымыз біз әлемнің бір бөлшегіміз дейді Норман Фостер. Міне осындай үлкен көз секілді ғимаратты жобалаудың идеясы пайда болды. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жанат. Бүгін сіздерді Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің кітапханасы орналасқан Нұр-Сұлтан қаласындағы және әлемдегі ең бірегей, ең әдемі ғимараттардың бірі Назарбаев орталығы бойынша өткізілетін бейнетурға шақырамын. Норман Фостердің сәулеттік жобасы тәуелсіз Қазақстанның өмірлік күшін бейнелейді және оның негізін қалаушы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мұнда сіздер тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың және оның өмірі мен қызметі туралы көп нәрсені біле аласыздар. Біріншіден, ғимараттың үлкен шыны күмбезі келушілерді таңғалдырады. Ол арқылы әрдайым шексіз аспан көрінеді. Құрылыстың техникалық бірегейлігі шатырдың ерекше конструкциясында. Аралықтың диаметрі 81 метрге жетеді. Қыс мезгілінде де шыны беті күннің көзінен жылуды алуға мүмкіндік береді. 9 қабатты ғимараттың жалпы ауданы 30 000 шаршы метр. Атриум диаметрі 26 метр, ал ауданы 535 шаршы метр. Мұнда 500-ге жуық адамның қатысуымен іс-шаралар өткізіледі. Бірінші қабаттың атриумында Нұрсұлтан Назарбаевтың таңдаулы еңбектері ұсынылған. Олар тарих толқынында, Қазақстанның шымыр келбеті, бейбітшілік кіндігі, Қазақстан жолы және басқа да көптеген туындылары бар. Осы туындыларда елбасы қазіргі заманғы қазақстандық мемлекеттілікті қалыптастырудың тарихи бастаулары мен тұжырымдамалық принциптерін баяндайды. Қазақстанның тұңғыш президентінің кітаптары әлемнің 30-дан астам тіліне аударылды. Назарбаев орталығының 2-3 қабатында экспозициялық алаңдар, білім беру орталығы және елбасының жеке кітапханасы орналасқан. Жоғары қабаттарда кітапхана, қор, Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің кеңсе қызметкерлері және елбасымыздың жұмыс кабинеті орналасқан. Назарбаев орталығының 2-ші қабаты Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмірі, туған өлкесі, қызмет жолы туралы баяндайтын президент экспозициясынан басталады. Экспозицияда балалық шақтың отбасының, сыныптастарының фотосуреттері, сондай-ақ елбасының жеке коллекциясынан алынған заттар қойылған. Экспозицияның орталық бөлігінде елбасы қызметінің интерактивті хроникасы. Мұнда кез келген қызықты уақыт кезеңін таңдап, Нұрсұлтан Назарбаевтың қызметі туралы мәтіндік фото, бейне құжаттармен танысуға болады. Ғимараттың барлық ішкі жоспары орталық атриум айналасында салынған. Президенттік экспозициядан айналып өтіп, шет мемлекеттерден берілген Нұрсұлтан Назарбаевтың жоғары мемлекеттік наградаларының топтамасын көруге болады. Елбасының достықты, келісімді, халықаралық бастамаларды дамытудағы Қазақстан халқының ризашылығын білдіретін марапаттардың бірегей коллекциясы елбасының жоғары халықаралық беделін көрсетеді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев отандық және шетелдік жоғарғы оқу орындарының құрметті профессор, құрметті докторы болып табылады. Мәртебесі биік марапаттар атты көрмеде сіздердің назарларыңызға жоғарғы оқу орындарынан тарту етілген 22 мантия ұсынылады. Қымбатты достар, біз Назарбаев орталығының 3-ші қабатында тұрмыз. Дәл осы кеңістік адамзат дамуының ең маңызды саласы кітаптардың құшағында. Осы жерде елбасының жеке кітапханасы орналасқан.
Қазақстан тәуелсіздіктің алғашқы күндерінде ядролық қарудан бас тартқан бейбіт мемлекет болып табылады. Жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі халықаралық күш-жігерінің арқасында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаһандық антиядролық қозғалыстың көшбасшы ретінде танылды. Тарихи мөлшермен алғанда, Қазақстан әлемдік қауымдастықтың толыққанды және беделді мүшесіне айналды. Республика халықаралық қатынастарының географиясы барлық континенттерді қамтиды. Соның айғағы ретінде әлем таныған елбасы галереясындағы фотоқұжаттар. Қымбатты достар, бүгін біз Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті кітапханасына бейнетур жасадық. Мен ұсынған әрбір зал мен экспозиция егжей-тегжейлі зерделеуге лайық. Өйткені оларда тарих тұнып тұр. Келесі шығарылымдарымызда оларға қайта ораламыз. Сонымен қатар, алда өтетін маңызды дата 24 сәуір келе жатыр. Осыдан тура 30 жыл бұрын, дәл осы күні Қазақстан тарихында алғаш рет президент лауазымы енгізіліп, оған Нұрсұлтан Назарбаев сайланды. Сондықтан видеотурдың жаңа санын осы тарихи оқиғаға арнаймыз. Ал әзірге астанамызға осындай ерекше нысанды сыйлаған архитектуралық хай-тектің классигі Норман Фостерға алғыс айтамыз. Айта кетсек, 2014 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Норман Фостерге сәулет өнерін дамытуға және халықтар арасындағы өзара сенімді нығайтуға қосқан үлесі үшін Қазақстанның тұңғыш президентінің бейбітшілік және келісім сыйлығымен марапаттайды. Сіздермен бірге бейнетурда бірге жүргізген мен Жанат Жұмахметова.